Қыш киімге неге соншама шүйліктіңіз, енді одан басқа да әрі проблемалар бар сияқты ғой. Жоқ, бұл бекершілік. Егер мемлекет қолданмаса, гендер деп осы қыздарымызды басымызға шығарып алған жоқпыз ба? енді бұл Жамбыл әркімнің отбасы, жеке шаңырағы, бұл жеке өмірі ғой. Осы мәселені көтердіңіздер ме? Көтердім. Көтергенде қандай? Аналардың жағасынан алмасақ та. Ақындықты Құдай береді дейді, халық мойындайды дейді. Депутаттықты Құдай бере ма? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Аманжол Әлтаев қорқақ, жалтақ деген сияқты жаңа пікірлер бар. Не айтып жатыр екен деген секілді сұраққа тереңдеп ойласа деп ойлаймын. Неге оны айтпайды біздің блогерлеріміз? Мысал үшін Аманат партиясының қолдауы, қамқорлығы болмаса қиындау болатын еді. Айтыскерлер бір мемлекеттің идеологиясын насихаттаушыларға айналып кеткен жоқ па? Жоқ, бұл жерде мен сізге кішкене түзету жасайын. Келесі сұрақты қоярдан бұрын көп ойландым. Қадірменді көрермен, ассалаумағалейкум. Қасқа жолда кезекті сұхбат. Бүгінгі қонағымыз көптен бері шақырғымыз келіп жүрген және міне жақында аузымызға өзі сөз салып берген ағамыз Аманжол Әлтай ағамыз келіп отыр. Ақын, әдебиетші, ғалым және депутат. Қош келдіңіз аға. Рахмет, қош көрдік. Енді бірден мынадан бастайық. Қыш киімге неге соншама шүйліктіңіз, енді одан басқа да әрі проблемалар бар сияқты ғой. ТЭЦ дейміз, өзіңіз аграрлық комитеттің мүшесі болғаннан кейін диқандарымыз міне бидайын сата алмай отыр. Бұл жерде мәселе іш киімде емес. Енді өкінішке орай, мына әлеуметтік желіде біздің блогерлеріміз кейде сол бір сөзді қолымен ұстап алаттағы, сол сөзге қадалып, одан кейін ішкі мағынасына, ішкі мәніне, мақсатына мән бермей жатады. Ал енді бұл жерде ұлттың намысы, қыз баланың ұяты, ұрпақ тәрбиесі деген мәселелер жатыр. Біз өкінішке орай бүгінгі қоғамда ненің қымбат, ненің арзан екенін шатастырып алдық. Ненің бағалы, ненің бағасыз екенін шатастырып алдық. Былай қарасаңыз, біздің қазақ халқының осы ғасырлар безбеніндегі өмір сүру әдебінде, жүйесінде біздің ең асылымызда, ең қымбаттымызда біздің қазақ қыздар еді ғой. Қазақ айтады, қарынымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына қиналам дейді. Алладан тілегенде қазақтың тілек сөздерінің ең қастерлісінің бірі, Алла, қарнымды ашырсаң да қадірімді қашырма дейді. Біз өкінішке орай бүгінгі таңда қадірдің қашқанын емес, қарынның ашқанын көп сөз қылатын болдық. Ал енді ойланып қарасаңыз, толғанып қарасаңыз, мынау қыздың тәрбиесінен, қыздың ар-ұятынан, ұрпақтың тәрбиесінен маңызды не болуы мүмкін? Өйткені экономикаң жыртық тесігі көбейіп құлдырап жатса, маңызды дұрыс реформалар арқылы, жемқорлықты жеңу арқылы ертең қалыпқа келтіре аласың. Саяси тұрақтылықта да сондай қалыпқа келтіре аласың. Ал енді ұлттың, ұрпақтың тәрбиесі бүлінсе не істемексің? Жаңағы сіз айтып отырған экономикалық тұрақтылық, саяси тұрақтылық, осының барлығының алтын тамыры, алтын діңгегі ол дұрыс, салауатты ұрпақ қалыптастырудан туындайды. Қазақ ұрпақтың тәрбиесіне тіпті бесігінде емес, анасының құрсағында жатқаннан бастап, ол ұрпақ тәрбиесіне мән берген. Сондықтан да бүгінгі таңда егер біздің осы елімізге келіп жатқан жаңағы эстраданың, жаңағы рэп музыканың болсын, осы өкілдерін қалай болса солай сүзгіден өткізбей, оларға ешқандай талап қоймай, солардың алдында ең асылдарымызды, ең қымбаттыларымызды, аруларымызды қалай болса солай алдына тосып, өзімізді өзгеге сыйлата алмасақ, онда не болғанымыз? Екеуі келді, екеуі де бір Қазақстан туралы ой қалыптастырады ғой. Көрдіңіз бе? Қылықтарына қарап. Олар неге Өзбекстанға бармайды? Неге Әзербайжанға бармайды? Неге ана Күрзі еліне, неге Кавказдағы біздің жаңағы іргедегі елге бармайды? Неге Қазақстанға келеді? Өйткені
біздің елде ұрпақ тәрбиесінің әлсіреп бара жатқандығын, оның себебі неде? Оның себебі ұлттық идеологияның дұрыс жұмыс істемей тұрғандығының бұл бірден бір көрінісі. Сондықтан да бүгінгі таңда біздің мәдениет және ақпарат министрлігі осыған терең ойлану керек. Яғни шетелден келетін мәдени өнім, шетелден қалай болса солай кіріп жатқан мәдени өнімдердің барлығын осы талғамсыз қарамай, оларға қоятын талаптарды жинақтап бір ретке келтіру керек. Сондықтан да қазақ халқының ішіне келіп өнер көрсетем деген әрбір әнші біздің елге келген кезде аяғын аңдап басып, ойланып, толғанып барып келетін болу керек. Өйткені осы аптығып келіп, елді келеке қып, мазақ қып кететін көріністер ол. Елге, біздің рухани болмысымызға, ұлттық мәдениетімізге ол намысымызға тиеді ғой, намысқа тиеді. Біз жаңағы қазақтың жаңа айтып кеткендей, жаным, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Сонда бүгінгі қоғамда ең қымбаттымыз ол ұлттың ары, ұлттың намысы, ұлттың тәрбиесі. Мінекей осы ұғымдарды біз бағасына жетпей, осыны құрметтей алмай, елдің келешегі соншалықты қағанағы қарық, сағанағы сарық болып кетуі екіталай. Сондықтан осыған мән беруіміз керек. Бүгінгі қоғамда кешегі тағы да сөз арасында кешірім сұраймын. Мына кеңестік жүйеде кеңес өкіметінің Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрған кездің өзінде мына біздің мемлекетіміздің идеологиясының тізгінін ұстап тұрған Өзбекәлі Жәнібеков секілді ағаларымыз үйтіп ешкімді тайраңдатқан жоқ. Жаңағындай біздің ұлттық құндылықтарымызға, ұлттық дәстүрімізге зияны тиетін әншілерді қазақ сахнасына жолатқан жоқ. Неге біз бүгінгі тәуелсіздігімізге 30 жылдан асқан шақта өз-өзімізді қорғай алмаймыз? Неге өз-өзімізге қауіп төндіретін, өзінің кеселін тигізетін жаман әдеттерден қорғана алмаймыз? Бұл ойланатын мәселе. Сондықтан да мына Мәдениет және ақпарат министрлігінің қазір ойланып дұрыс шаралар қолданбаса, оның ертеңгі өкініші үлкен болады. Аманжол аға, сіз де өнер адамы ретінде енді оны түсініп отырсыз ғой. Бұл осы Аконды немесе 50 центтің орнын біз бірдеңемен толтыруымыз керек. Егер оларға жарайды тыйым салмаймыз, енді сізді де түсініп отырмын. Сіздің ар жағындағы жеткізгіңіз келген ойыңыз ол тыйым салу емес қой, сүзгіден өткізу, иә? Бірақ енді оның орнын немен толтырамыз? Өзіміз ұлттық тұрғыда. Оның ішінде айтыс бар мысалы. Сіздің ойыңыз? Дұрыс айтасыз. Яғни жастардың мына рухани ішкі сұранысын бізде толтыратын қазынамыз аз ба? Не бар мысалы? Айтып өтіңізші. Мысал үшін, неге біз өзіміздің дәстүрлі өнерге бала санасын бейімдемеске? Біздің жаңа өзіңіз айтып отырған айтыс өнері, жыршылық өнеріміз, термешілік өнеріміз, ән өнері, қазақтың күй өнері, қазақтың ұлттық жер бетіндегі қаншама ұлттар мен ұлыстардың арасындағы қазақтың ұлттық болмысын, ұлттық ерекшелігін танытатын осы дәстүрлі өнерімізді неге құндай алмай жатырмыз? Неге соны бағалай алмай жатырмыз? Неге соны бала санасына сіңіре алмай жатырмыз? Енді өзіміздің мына эстрадаға келетін болсақ, эстраданың өзінде де осы 62 тамырың исініп тыңдайтын әншілеріміз аз емес қой. Әлемдік сахнаны бағындырған Димаштан бастап қаншама тамаша әншілеріміз бар. Таяуда ғана мына менің әріптесім Жанарбек Садықанұлы Ашымжанов жүргізіп отырған медиа туралы заң жобасы қаралып жатыр ғой. Сонда мына қазақ тілінің мемлекеттік тілдің үлесі 70-те 30 болсын деген нормаға біз жұмыс тобының мүшелері соған дауыс бердік. Сол кезде біздегі медиа арналардың басшылары біраз қарсы шықты. Сондағы айтатын сылтауларының бірі біздің медиа арнамыздың өзінің тыңдармандары бар, олардың өзіндік талғамы бар дейді. Сонда қалай? Біздің мемлекеттік тілдегі мәйегіміз болып табылатын керемет әншілеріміздің өнерлері
олардың медиа арналарының тыңдармандарының талғамына сай келмегені ме? Мінекей, өзімізді өзіміз менсінбеушілік, қазақтың мәдениетін менсінбеушілік, қазақтың төл өнеріне деген теріс қараушылық бүгінгі медиа алаңындағы көптеген медиа арналардың ұстанып отырған ұстанымы дұрыс емес. Осыны жөндеу керек. Бұл да жаңағы министрліктің қолға алып ойланатын мәселесі. Жалпы енді көп нәрсе өзгермеген екен, мен де байқап отырмын. Кезінде 50-50 болып еді ғой, қазір сол 70-30-ға шыққан түріміз ғой. Иә. Өзімізше әйтпесе әлі де бар екен. Енді оны әр қарай кәдімгідей тереңдетіп дәлелдеп беретін ештеңесі жоқ. Бір ғана сөйлеммен дәлелдеуге болатын шығар. Бүгінгі таңда Қазақстандағы қазақ халқының үлесі қанша? 70%-дан астық қой. А неге оның мемлекеттік тілдің үлесі 70% болмасқа? Түсінікті. Жақсы, енді сөйтіп біртіндеп 90-да 10-ға келтіріп, бір 10 жылда мүмкін шешілетін шығар бұл мәселе. Дұрыс айтасыз. Соған сенейік. Жаңағы ішкі мәселесі, соны бір қорытындылап алайық. Жалпы соңғы кезде гендер деп көп айтамыз. Гендер деп осы қыздарымызды басымызға шығарып алған жоқпыз ба? Жалпы, мына Біріккен Ұлттар Ұйымының қабылдаған 2030 жылға дейінгі тұрақты дамудың бірнеше мақсаты тұжырымдалған, қабылданған. Соның, егер қателеспесем, 5-ші тармағында осы гендерлік мәселе туралы айтылған. Яғни әйел адамдардың, қыз балалардың құқығы мен олардың мүмкіндіктерін кеңейту гендерлік мәселеге жаңағы мән берген. Осы жерде, осы тұста менің айтатыным, қазақ халқы өзінің өмір сүру формасында бұл мәселені ұлттық менталитет негізінде шешілген бізде. 100% болмаса да бұның шешімі табылған. Қазақ ешқашан әйел затын төмендетіп қарамаған. Қыз баланы құрметтей білген. Мысалы үшін, дастархан басында күнделікті тамаққа отырса да, қазақ төрге кімді отырғызады? Ер баласын отырғызбайды ғой, қыз баласын отырғызады. Қыз бала отырған жерде бейәдеп сөздер айтылмайды. Қыз отырған жерде сөйлеу мәдениеті, адамның бір-бірімен араласу мәдениетінде өте биік парасатпен қараған. Бұл әйел затына, қыз балаға қараған құрмет емес пе? Қазақ қыз баласын еркін ұстаған, бірақ есіртпеген. Мынау қазақ жаңағы соның арқасында қазақ қыздарының ішінен кешегі ата тарихымызда ел басқаратын қайраткерлер де шыққан, қазақ қыздарының ішінен ел қорғайтын батырлар да шықты. Үлкен бір елдің дау болған мәселесін шығатын елдің ішінде осы дана бәйбішелер де шықты. Қазақ қызын тұмшалап, кеше тағы да ораламыз, кеңестік жүйе кезіндегі әбден біздің санамызға теріс күйіп тастағандағыдай қызды төменсітіп өмір сүрген жоқ. Яғни оның төбесіне үкісін қадап, бұрымына шашбауын тағып, зерлі камзолменен ең әдемі киімін қызға киіндірді. Ең дәмді, тәтті тағамын бірінші қызына ұсынды. Ең төрдегі орынын қызына ұсынды. Қазақ жаңағы қызы бар үйдің берекесі бар, қызы бар үйдің ырысы бар деп қарады. Сондықтан да біз осы мәселеге мән беруіміз керек. Яғни біздің ұлттық негізде, өзіміздің ұлттық танымымызда қыз баланы ата-бабаларымыз қалай қадірлей білді, осыны әрі қарай дамыта беруіміз керек. Мен жалпы Жаке, отбасындағы кез келген зорлық-зомбылыққа түбегейлі қарсымын. Ол жаңағы әйел затына деген зорлық-зомбылық, ол отбасындағы ер адамға деген зорлық-зомбылық, тек қана бүгінгі таңда өкінішке орай әйел заты ғана емес, оны күнделікті айта бермейміз, бірақ ер азаматтардың да зорлық-зомбылыққа душар болатыны бар. Ол отбасындағы баланың зорлық-зомбылыққа ұшырауы. Біз осының барлығына да қатаң қарауымыз керек. Өйткені отан отбасынан басталады. Ал отбасының берекесі, осы отбасының әрбір мүшесі, әкенің де, ата-әженің де, ананың да, баланың да
ешқандай зорлық зомбылыққа ұшырауына жол бермеуіміз керек деп ойлаймын. Аманжол аға, түсініп отырмын. Енді сіз қонақ болып келгеннен кейін, әйтеуір сөзімізді жерге тастамағаннан кейін, әрине сізге де мүмкіндік береміз ғой айтуыңызға. Бірақ кейбір енді бұл сұраққа мен жаңа түйгенім былай болды. Яғни гендерлік саясат Еуропадан келген. Бізге ешқандай жаңалық әкелген жоқ. Осылай ғана қысқа қайыруға болатын еді, негізінде түсінгенім. Қазақта бұл бұрыннан бар еді. Бірақ енді уақытқа да құрмет көрсетейік, менің өтінішім. Кішкене жауаптарыңыз қысқа нұсқа болса дегенім ғой. Жақсы, кестік. Келесі мәселе, енді сіз де айтудан жалықпайсыз. Қыркүйек күні мына домбыра харам деген бір нелер арандатушы, бір ойлар арандатушы адамдар шыққан кезде, сіз сауалыңызды Дүйсенова Тамара ханымға жолдадыңыз. Бұл қыркүйек айында болған жағдай. Эйконның концертінен кейін тағы да Тамара ханымға қаратып сауал жолдадыңыз. Оның ішінде домбыра туралы да айтылды. Жалпы сіз де айтудан жалықпайсыз. Екінші тарап Тамара ханым осыдан бір нәтиже шығарып, осындай шара қабылдадық деп, бірақ ол да бір жауап беруге асықпайтын сияқты. Енді өйткені Тамара ханым үкіметтегі осы біздің руханият, мәдениет саласына тікелей жауап беретін үкімет басшысының орынбасары болғандықтан сол кісіге жолдадым, бұл дұрыс деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы енді депутаттық сауалды жолдағаныма көп болған жоқ қой. Дұрыс нәтижелі жауап күтем. Осы қорытынды шығаратындай, оң нәтиже болатындай жауап болатын шығар деп күтіп отырмын. Жақсы, оған да сенейік. Сенейік, Екінші мәселе, былай деп көрейікші, жалпы мысалы Жетібайға қатысты мәселені естуіңіз бар, жалпы сол мәселеге қанықсыз ба, айтыңызшы? Әрине, мен енді саясаткер ретінде де, парламент депутаты ретінде еліміздегі экономика саласы болсын, саясаттағы болсын, әр саладағы болып жатқан оқиғаларға, бүгінгі әрбір ахуалға егжей-тегжейлі қанық болу міндетім. Сондықтан да мен бір адамдай жаңа қанықпын. Енді ол... Мынаны сұрағымыз келеді аға. Мысалы, Жетібайдың мәселесі әрине бұл жерде заңгерлерді қосып, мысалы, талай сұхбаттарында олардың естідік, талай YouTube-тен де бұлардың бейнематериалдарын көрдік. Заңдық тұрғыдан талдап беріп жатыр бізге. Мына істері, мына әрекеттері бұрыс дейді, мына жағынан қарасақ дұрыс дейді, бірақ сіз енді заңгер емессіз, олай талдап беретін азамат ретінде бұл осы біздің жұмыскерлерді, сол жақтағы бауырларымызға қатысты айтып өтіңізші жалпы. Мүмкін бір арандатушылыққа еріп кетті ма? Қалай болып жатыр, не болып жатыр? Жалпы біз дүние оттан көйлек киіп, халықаралық деңгейде әлемде геосаяси жағдай ушығып тұрған бүгінгі шақта мына мемлекетіміздің, тәуелсіздігіміздің баянды, тұрақты болу үшін ішкі бірлігімізге мән беруіміз керек. Мына ата тарихқа жүгінсеңіздер, тарихтағы ең мықты империялардың барлығы сырттан кеп бір жау басып алғаннан күйреген жоқ, ішкі кернеудің бұзылғанынан күйреді. Сондықтан да біз ішкі бірлігімізге, ішкі тұтастығымызға, ішкі мына Қазақстанның ішіндегі өзіміздің ымырашылдыққа, бейбітшілдікке, ішкі татулығымызға мән беруіміз керек. Ешқандай саботажға жол бермеуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жерде яғни диалог арқылы бір-біріменен мәселені ортаға салып, талқылау арқылы әділ шешімін шығару керек деп ойлаймын. Жалпы енді бұл жерде Вестойл компаниясы ол ұлттық компания емес, ол яғни Қазмұнайгаздың қанатының астындағы бір компанияға сервистік қызмет көрсетуші мердігер жекеменшік компания болып табылады. Сондықтан да осы Вестойл компаниясы өзінің қанатының астындағы жұмыскерлерге, олардың әлеуметтік жағдайының дұрысталуына, жалақысының жоғарылауына ерекше мән беру керек деп ойлаймын. Жалпы Қазмұнайгаздың қанатының астына бізді кіргізіңдер дейтіндей бір талаптың туындамауын өздері шешіп беру керек дейсіз ғой. Ол бүгінгі қазіргі қателік емес, кезіндегі осыдан 5 жыл бұрынғы сол кезеңдегі қателік қой. Яғни сол кезеңде 5-50 бағдарламасыменен, яғни әрбір сол жұмыс істеп жүрген жұмыскер айлығының 50%-ын жұмыс істемесе де алып отыратын қып, сол кезде сондай шешім шығарылған.
Енді 5 жыл деген не, жылдам өте шықты. Қазір қайтадан сол проблема қайтадан көтерілді. Сондықтан да мына енді Қазмұнайгаздың басшысының айтуы бойынша олардың техникасын жаңарту лизинг арқылы оған көмектесеміз деп отыр. Сосын жұмыскерлердің жалақысының өсуі 15-20% көтеріледі деп отыр. Осы секілді жұмыскерлерді қанағаттандыратын дұрыс шешімдер болады ғой деп ойлаймын. Жақсы, ойыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Ақындықты Құдай береді дейді, халық мойындайды дейді. Депутаттықты Құдай бере ма? Депутаттықты ол мен сізге былай жауап берейін. Депутаттық ол анаңның сүтімен, әкенің қанымен бойыңа туа сала бітетін қасиет емес қой. Ол сенің өміріңдегі, егер саясаткерлік жолға қадам басқан әрбір Қазақстан азаматының егер мүмкіндік туылса, соған халық сенім артса, мандатын берсе, сізге беріп жатқан мүмкіндік. Егер мысалы үшін менің бойымда ақындық, ол Алланың туа бітті маған берген несібесі. Депутат та енді сізге беріп жатқан несібесі ештеңе болмайды ғой. Бірақ ол мүмкіндік. Алланың беріп жатқан сізге мүмкіндігі. Сол депутаттық мандатты сіздің қолыңызға берді. Осы депутаттық мерзімде сізге мүмкіндік берді. Осы мүмкіндікте сіз депутат ретінде халқыңыздың сенімін қалай ақтай аласыз, үмітін қалай ақтай аласыз, не бітіре аласыз, ұлттың алдында, мемлекеттің алдында депутат ретінде не тындыра аласыз, оны өзіңізге байланысты керек. Өз қолыңызда ғой. Өз қолыңда. Түсінікті. Жалпы қалай деп айтайық, енді болашаққа көз жүгіртіп ойланып көрдіңіз бе? Ертең осы депутаттыққа берілген уақыты аяқталған кезде не айтам, не тындырдым деймін, бір жоспар құрдыңыз ба? Әрине. Адам мына саясатқа келгенде, депутаттыққа қадам басқан кезде әрбір саналы адам өзінің басар қадамын ойлану керек деп ойлаймын. Бір депутаттықтың мансабына, оның жаңағы басқада жаңағы басым қырларына қызығып келмеу керек. Мен енді бұған дейін де Құдайға шүкір атымды ел таныды, елдің алақанында өнерде келе жатқан халықтың баласымын. Сондықтан да мен ондай депутаттың бір мансабына қызығып үйтіп келген жоқпын. Жалпы елге қызмет етсем, депутат ретінде халыққа қандай өзімнің көмегімді тигізе алам деген мақсатпен келдім. Және де өзімнің депутаттық мерзімім біткен кезде елдің алдында ұялмайтындай, халықтың алдында мынаны бітірдім, мынаны тындырдым деп айта алатындай мүмкіндігім болады ғой деп ойлаймын. Жәке, жаңағы сіздің бірінші сұрағыңызбенен байланыстыра сөйлегім келіп отыр. Қай сұрақ дедіңіз? Сіз айттыңыз ғой жаңағы мына неден басқа, сол іш киімнен басқа мәселе жоқ па? Сіз мына ТЭЦ-тің жағдайы, энергетиканы неге көтермедіңіз дегенде. Бір адамдай көтеріп жүрмін. Және де жүйелі көтеріп жүрмін. Сөзбен ғана емес, іспен қолымнан келгенше көмегімді тигізіп жатқан жайым бар. Жақсы. Неге оны айтпайды біздің блогерлеріміз? Мысалы үшін, осы күзде бюджетті бекітетін кезеңде мен осы жыл бойы жүйелі жұмыстың нәтижесінде менің сайланған регионым Ұлытау облысы. Ұлытау облысындағы жаңағы нақтырақ айтқанда Жаңарқа ауданының Жаңарқа поселкесінің басындағы және де Ералиев ауылының мына электр жүйелерін 24-ші жылдан бастап жаңартуға кіріседі. Соған қаржы бөлдірттім. Яғни Атасу поселкесінің басына 337 миллион, Ералиев ауылына 100 миллион бастапқы, енді тұмсығын кіргізіп бір бастап алғаннан кейін ол жүйелі түрде ары қарай финансирование жалғасын табады ғой. Ол жай ғана бүйтіп бөліне салатын мәселе емес. Соған жаңағы Минфиннің де, ұлттық экономиканың мамандарының да көзін жеткізіп, дәлелдеп, осы жылдар бойы құлдырап, әбден тозығы жетіп тұрған электр жүйелерін жаңғырту керек екендігін, егер бүгін дереу соны қолға алып жаңғыртпасақ, ол ертең
бұл стратегический сала. Сондықтан да ертең үлкен бір қауіптің болатындығына көзін жеткізіп, мінекей нәтижесі болды. Келесі 24 жылдан бастап біздің Жаңаарқа ауданында электр жүйелері жаңартыла бастайтын болады. Бұл бір. Сосын өзім мына энергетика туралы заң жобасының мүшесі ретінде өткенде мына кешегі Назарбаевтың кезеңіндегі, ескі биліктің кезеңіндегі жіберілген қателіктеріне кішкентай болса да бір тұсына түзету енгізгендей болдық. Заң жобасы әлі парламентте жұмыс жүріп жатыр. Сонда мынадай бір позицияға, нормаға біз мен ғана емес, жаңағы бір топ депутаттар, сол жұмыс тобының мүшелері табандап қарсы шықтық. Кезінде ЭСО дейді, яғни энергиямен жабдықтау ұйымы дейді. Энергиямен жабдықтау ұйымы деп ашып алғанда, біз өзі кез келген саланың бір қымбаттап кетіп жататындығы халыққа жеткенше ортадан дел-дал тауып алуға құмармыз ғой. Түсініп отырмын. Көрдіңіз ба? Сол жаңағы анау электр энергияны тұтынушыға, халыққа таратушының ортасынан делдалды қолдан жасап алғанбыз ғой. Жаңағы сол кезеңде мына лоббирование менен заңның өзіне сондай нормалар енгізіп, соның нәтижесінде, яғни жай отырып, беттің, сүттің бетіндегі қаймағын қалқып алған секілді, осы жеке ана кландық жүйенің мықты арты дермен тартатын мықтылары сол жаңағы делдалдықты алып алған жекеше өзі компаниялар нелерін ашып. Монополистің өзі соны ашып алады деп естіген, еншілес компания. Дұрыс айтасыз. Сонда аналар халықтың тұтынушымен екі ортадан жаңағы өзінің үстінен маржасын қосады дағы, халыққа оны қымбаттатып сатады. Ал енді осы жерде мынадай сұрақ туындайды. Осы 30 жылдың ішінде жаңағы ЭСО дейміз ғой, жаңағы энергиямен жабдықтау ұйымдары қандай инвестиция салды? Жаңағы егер олар осы электр жүйелерін жаңғыртып отыратын болса, өздеріне тиісті осы иелігіндегі сол энергетика саласындағы осы жүйені жаңартуға күш салатын болса, бүгінгідей асқынған жағдай болмайтын еді ғой. Яғни ешқандай инвестиция салынбаған, тек қана барлығын өзінің шапанның астына жинап алып отырған. Мінекей. Біз бүгінгі таңда мен бұдан да басқа мына энергетика министріне Сатқалиевтің алдында да бірнеше рет ТЭЦ-тердің жағдайы, сосын мына жылу құбырларының тозғандығы, осының барлығына да бірнеше мәрте осы мәселені көтеріп келе жатырмын, басқа әріптестерім секілді. Сонда бізде расында да кезінде осы біздің ТЭЦ-тердің барлығын стратегиялық нысан ретінде түбегейлі дұрыс мойындамағанбыз ғой. Көрдіңіз бе? Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете барған. Олигархтарға қалай болса солай жыртыс таратқандай таратқан. Енді бұл жерде бір айта кететін бір мәселе бар. Мысал үшін, біраз ТЭЦ-тердің біразын мына жекеменшіктерге таратып берген. Ол жай ғана жекеменшік емес, кәдімгі алпауыттар. Кешегі біздің нарықтан кетіп жатқан Миттал секілді, сонда үлкен алпауыттар алып алған өздеріне. Енді бір бөлігі мемлекеттің иелігінде де қалғандары бар, бірақ өкінішке орай мемлекеттің иелігіндегі жаңағы нысандардың да, жеке меншікке кеткен нысандардың да жағдайы мүшкіл барлығы. Тозып тұр. Ондағы қондырғылар, ондағы приборлардың барлығы баяғы Брежневтің заманындағы жаңағы оның да алдындағы шығар, осы әбден тозығы жеткен, өзінің эксплуатациялық мерзімін бәленбай есе орындап тастаған, әбден тозып күйреудің алдында тұр. Бұл қазіргі кезеңнің кемшілігі емес. Бұл кешегі Назарбаевтың тұсындағы, ескі биліктің тұсындағы жылдар бойы қордаланып жиналып келген кемшіліктер. Енді неге осындай соншалықты асқынған күйге жетті? Дер кезінде неге жөндемедік деген сұрақ әрбір халықтың, әрбір адамның көкейінде тұрады ғой. Біз бір өкініштісі мына энергонадзорға дұрыс құзырет мүмкіндік бермедік. Әр облыстарда, мысал үшін, энергетика министрлігінің жаңағы әр аймақтардағы бір тармақтары секілді энергонадзорлар бар ғой.
солардың жаңағы үлкен алпауыттардың иелігіндегі жаңағы тетстардың не болмаса жаңағы электр энергияның бүкіл билігін қолына ұстап отырған жаңағы алпауыттардан энергонадзор дұрыс сұрай алмады. Олар тексере алмады. Есігі түгіл тесігінен де кіргізген жоқ. Көрдіңіз ба? Енді бізде жеке секторды, мына жеке бизнесті тексеруге мораторий жарияладық қой. Сол мораторий жариялаған кезде мына стратегиялық маңызды нысандар болып табылатын жаңағы ол жылу жүйесі, ол тоқ жүйесі, осындай станцияларымызда оның ішіне қоспау керек еді. Оларды үнемі тексеріп бақылап отыру керек. Әлде болса алдағы уақытта біз енді бүгін соларды жаңғырту үшін қазынадан, бюджеттен қаржы бөліп жатырмыз ғой. Соның өзі мақсатты жұмыс салу үшін, рәсуа болмау үшін, тағы да құмға сіңген судай болмас үшін біз бақылауды күшейтуіміз керек. Яғни алдағы уақытта бүгінгі таңда осы энергонадзордың соның құзыретін күшейтіп, бақылаушылық функциясына мән беруіміз керек деп ойлаймын. Сонда ғана оңға дұрысталады. Біз өкінішке орай 30 жылдың ішінде бірде-бір тетіс салмадық. Қандай өкінішті. Ал ескіні қаншалықты жамай бергеннен одан қалай нәтиже шығуы мүмкін. Сондықтан бұған да мән беру керек деп ойлаймын. Иә. Тетіс салуды оңай емес енді. Оңай емес. Ал енді оны қазір депутат қана емес, әрбір көзі қарақты Қазақстанның әрбір азаматта түсінеді деп ойлаймын. Тетіс салу деген ол бір ғимаратты сала салу емес. Ол өте жаңағы мына қаржылық шығында көп қажет ететін сала. Сондықтан да оны этап-этабыменен жаңағы тозығы жету деңгейін бірте-бірте этаппенен жаңа қысқартуымыз керек деп ойлаймын. Және де соған енді күш саламыз ғой деп ойлаймын. Әрбір сөзіңізді түсініп отырмын. Керемет. Енді бір арада байланыс орнаған сияқты. Енді ақындыққа барғым келе береді, айтысқа барғым келе береді. Сол тақырып қызық болып тұр бәрінен бұрын. Қазіргі уақытта не өзгерді депутат болғаннан кейін? Сіз Аманжол Әлтай қазір мынау өмірге, қазіргі қазақтың басындағы проблемаға ақынның көзқарасымен қарай ма, депутаттың көзқарасымен қарай ма? Мен енді депутат болғаннан кейін әрине жауапкершілік күшейді. Бұрын ақын деген ол халықтың алақанындағы, халықтың еркелетіп отырған өкілдері ғой. Сондықтан да ол бұрын еркін айтатын ойларыңды, еркін айтатын сөздеріңді енді сен саясаткер ретінде сараптап, салмаққа салып, таразылап барып айтуға міндеттісің. Өйткені саған ел тек ақын деп қарамайды, ендігі кезеңде депутат ретінде қарайды, саясаткер ретінде қарайды. Сенің айтқан әрбір сөзің, пікірің ол жаңағы мемлекеттік жаңағы саясаткердің пікірі ретінде басқа елдерге де солай қабылданады. Сондықтан да ойына келгенін, тіліңнің ұшына келгеннің бәрін айтып салу ол саясаткерлікке жатпайды. Сондықтан да әрбір ойды таразылап, түйіп, салмақтап айту керек деп ойлаймын. Бірақ депутат болғаннан кейін ол сенің ішкі негізгі төл табиғатың, ақындығың ол жойылып кетпейді ғой. Сен ақындық табиғатың, ақындық болмысың, ол бәрібір ол өзіңнің тал бесіктен жер бесікке дейінгі аралықта ол өзің сол табиғатта қаласың. Сондықтан мен жаңа жұмыс уақытында депутат болсам, кешке үйге келгеннен кейін кешке қарай мен ақынмын. Шығармашылық кітабымды оқимын, өзім шығармашылығыммен айналсам. Сондықтан да ол мысал үшін біздің алдымыздағы буын ағаларымыз, әкелерімізді алып қарасаңыз, кешегі Кәкімбек Салықов секілді тұлғалар, ол қаншама үлкен лауазымды қызмет атқарды, бірақ ақындығын тастаған жоқ қой. 80-нен асқанша, көзі жұмылғанша қолынан қаламы түскен жоқ. Өлеңін жазып, ақындығын жалғастыра берді. Бірақ шығармашылыққа уақытыңыз енді зияны тиетіні рас. Зияны тиетіні рас. Уақытта болмай қаласың, өйткені таңертең кешке дейін сол жұмыста боласың да, кешке келесің, кеш. Дұрыс, оны байқадық өзім. Сұхбатқа келістірудің өзі, уақытын келістірудің өзі бірнеше рет шегердік, амал жоқ. Өйткені қарбалас екенін оны өзім де байқадым. Жақсы.
Ендігі мәселе Жүрсін Ерман ағамыздың халы қалай екен, хабарласып тұрасыз ба? Әрине, ол кісі менің ғана емес, бүкіл айтыс көшіндегі барша ақындардың ұстазы, рухани ұстазымыз. Сондықтан да қалын біліп тұрамыз. Осы таяуда ғана Астанада үлкен жылдың қорытынды айтысы алтын домбыра айтысын өткізгеннен кейін арнайы барып, ол кісіге жаңағы есебімді беріп, қалай өткендігін жеткізіп, халын біліп, әңгімелесіп, ағамыздың жаңа бір тамаша масайрап әңгімелесіп қайттық. Сондықтан да жалпы қазақтың төл болмысын айқындайтын бекзат өнеріміз айтыс тәуелсіздік жылдарында дамыды десек, соған Жүрсін ағамыздың қосқан үлесі шуан теңіз. Әрине. Бұл кісі бүкіл өзінің өмірін осы айтысқа арнаған кісі. Керек десеңіз, ол кісі егер айтыспен айналыспай, бойына Алланың берген өнері таза жазба поэзиясын дамытып, өзінің жазушылығын дамытқанда, ол кісі бүгінгі күнге дейін де берген аз емес қой, әрине. Жазба өлеңде де, мына публицистикада да жаңағы, бірақ одан да еселеп беретін мүмкіндігі бар еді, потенциалы. Бірақ өзі де айтады ғой, жаңағы уақытымның көбісін мен осы айтысқа жұмсадым дейді. Айтпесе, бірақ одан өкінбеймін дейді, өзі айтады. Соны секілді осы айтысты халықтың алдында қайтадан қанаттандырып тұғырына қондырған ағамызды мен ғана емес, бүкіл ол кісінің қанатының астынан түлеп ұшқан шәкірттерінің барлығы қалын біліп тұрамыз, барып тұрамыз. Сізге батасын берді ма? Әрине, өткенде ғана айтысты алып жүр өзің, енді осыған ие болды. Әрине, батасын беріп, ықыласын беріп, осы бір салған қасқа жолдан бүйтіп ауытқытып алмаңдар деп әкелік, ағалық өзінің ақыл кеңесін беріп отыр. Дұрыс, міне қасқа жол дегеннен шығып отыр келесі сұрағым. Енді қазір айтыста мына атақты да беретін, ақшаны да беретін партия ғой. Қазіргі айтыскерлер бір мемлекеттің бір идеологиясын насихаттаушыларға айналып кеткен жоқ па? Жоқ, бұл жерде мен сізге кішкене түзету жасайын. Бұл жерде ақшаны да барлығын беретін партия емес. Партия бұл осыған дейінгі өтіп жатқан айтыстар Аманат партиясының қамқорлығымен, қолдауымен өтіп жатыр. Ол қалай? Яғни, жалпы осы ол біріншіден айтыс әр өңірде, аймақтарда өтіп жатқан айтыстардың барлығы ол жергілікті әкімшіліктің қаржысымен өтіп жатыр. Керек кезінде жаңағы басқа да спонсорлар тарту арқылы Аманат партиясының да жаңа қаржылай көмектесетін тұстары бар. Сондықтан да бұл жерде Аманат партиясының қолдауы, қамқорлығы болмаса қиындау болатын еді. Сондықтан да жалпы мына еліміздегі көшбасшы саяси партияның осы атамұра өнерімізді дамытуды, әр қарай соны қолдауды жүйелі түрде қолына алғандағы бұл өте құптарлық, өнегелі дүние деп ойлаймын. Аманат партиясы тек қана айтыста ғана емес, егер бақылап отырған болсаңыздар, басқа да біздің ұлттық кеше ғана алтын тұғырдың марапаттауы болды, ұлттық спортымызды да осы ұлы дала дүбірі болды, күзде білесіздер, келесі жылы көшпенділер ойыны болады, соның барлығының басы қасында осы Аманат партиясы. Не болмаса осы мына ұлы дала байқауы болды. Бұл әдебиеттің әрбір жанры бойынша проза, драматургия, балалар әдебиеті, поэзия, солардың 35 жасқа дейінгі жас ақындарға арналған жүйелі түрде дәстүрлі байқауы бар. Жалпы әдебиетті болсын, мәдениет дегеніміз енді кешенді ұғым ғой. Сол мәдениеттің әрбір саласына қолдан келгенше жүйелі түрде көмек көрсетіп береді. Енді алдағы уақытта Алла қаласа біздің осы өкімет деңгейінде, мемлекеттік деңгейде айтысқа қолдау болады деп үлкен үміт артып отырмыз. Өйткені мемлекеттік деңгейде қолдау болмаса, өз бетінше айтыс ақындары мен жыр термешілер одағының аяғынан тұрып кетуі екі талай. Сондықтан біз келесі жылға үш деңгейлі, үш сатылы айтысты дамыту мақсатында өзіміздің бағдарламамызды бекіттік. Ол яғни бірінші деңгейі оқушылар айтысы, екінші деңгейі күміс домбыра, ол студент жастар айтысы, үшінші
мына алтын домбырамен қорытындыланатын майталман ақындардың айтысы. Сонда бір ұрпақ сабақтастығы. Біз айтысқа деген талантты жастарымызды қанаттандыруды бала кезінен бастап тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан біз осы үш жүйеде, яғни оқу ағарту министрлігіменен бірігіп оқушылар айтысын келесі жыл жүйелі түрде қолға аламыз. Ғылым және жоғарғы білім министрлігімен бірлесіп студент жастар айтысын қолға аламыз. Мәдениет және ақпарат министрлігіменен бірлесіп осы үлкен қазіргі елдің алдында жүрген майталман ақындардың өнерін ары қарай кемелдендіруге жол ашамыз деп ойлаймын. Енді бүгінгі таңда бір өкініштісі, мына біздің айтыс ақындар мен жыр термешілер одағының не басында баспанасы жоқ, не оның жаңағы бір орталық аппаратында жұмыс істейтін не бухгалтері жоқ, не басқа да жаңағы маңызды мамандары жоқ. Оның барлығы қаржыға кеп тіреледі. Енді алдағы уақытта осы мәселелердің барлығы шешіледі деп ойлаймыз. Тек аманат қана емес, жаңағы біздің өкімет мемлекеттік деңгейде осыған оң шешім жасайды ғой деп ойлаймыз. Ал енді жастарды мынау айтысқа баулудағы мақсат не сонда? Яғни бір айтыскерлер, ақындардың буынын қалыптастырып шығару ма сонда? Бұндағы мақсат жалғыз ғана талантты жастарды шығару ғана емес. Әрине бір мақсатының бір тарамы сол. Біздің талантты жастарымыздың бойында ақындық ұшқыны бар талантты жастарды қанаттандырып, оның талантын ашу, ол бір ғана қара. Екіншісі, бүгінгі жас ұрпақтың санасын тәрбиелеу. Егер біз оны қалай тәрбиелей аламыз? Жастардың санасын. Егер араластырмасақ сол іске. Біз сол жас көрермендер және де жаңағы оқушылар айтысы, жастар айтысы деп отырғанымыздың себебі сол. Ол өйткені өзінің замандастарына, құрдастарына деген жастардың қызығушылығы басым болады ғой. Сондықтан да біз мектеп қабырғасынан бастап тек қана ақындарды ғана емес, тыңдармандарымызды тәрбиелеу керек. Өйткені айтыстың көрермені қартайып бара жатыр деп жатырмыз. Сол үшін біз жас көрермендерді дайындау үшін жаңа оқушы кезеңінен бастап тәрбиелеуіміз керек. Біз жастардың санасын немен тәрбиелей аламыз? Ұлттық өнермен тәрбиелей аламыз. Біз олардың санасын жаңағы біздің яғни ұлттық мына ақпарат кеңістігіндегі медиа саласындағы телеарналарымыздағы дәстүрлі ұлттық құндылықтарды насихаттайтын қазақи контенттер арқылы, бағдарламалар арқылы жаңағы санасын тәрбиелей аламыз. Егер біз осы дұрыстап ұлттық тәрбиені ұлттық өнерлер арқылы жастарымызға насихаттай алатын болсақ, бүгінгі қоғамдағы аса маңызды болып отырған лудомания мәселесі, нашақорлық, жаңа кеше ғана біз әңгіме қылып айтқан жастардың жаңағы теріс қылықтары, осы жастардың тәрбиесінің арзандап кетпеу, осының барлығына да біз ұлттық өнеріміз арқылы тәрбиелеуіміз керек. Түсіндім. Міне мақсат осы. Түсіндіріп өткеніңіз дұрыс болды. Шынында да ол қуыс кеудені бірдеңемен толтыру, Эйконмен емес, 50 центпен емес. Сондықтан да біздің жастарымыз болашақта жаңағы Нейконды емес, өзіміздің жаңағы мына ұлттық өнердің Қайратбай Босыновтарды, Алмас Алматовтарды, осы секілді ұлттық өнердің өкілдерін тыңдап ержетсе екен. Соны тыңдап абай айтқандай жүрегі жылы, ақылы нұрлы, қайраты ыстық, толық адам, салауатты ұрпақ қалыптастыру үшін біз яғни интеллектуалдық қоғам қалыптастыру үшін тек қана оны біз ұлттық төл мәдениетіміз арқылы, ұлттық өнеріміз арқылы тәрбиелей аламыз. Осыған мән беру керек. Түсінікті. Дінге қатысты да айтып өткім келеді. Бұл жерден де дінге қатысты жалпы адамдар көп айтып жатқан. Сізге жалпы ол мәселеге үңілудің қажеті жоқ. Осы жерде дін мен айтыстың арасындағы, дін мен ақындардың арасындағы байланысқа бір тоқталып өтейікші. Кезінде енді ол білмеймін, Сатыбалды мен Бекболат Тілеуханның ықпалы болар, кім білсін, әйтеуір айтыскерлеріміз дінге бас ұрып кетті. Бірақ сіз аман қалдыңыз. Қалайша? Өйткені мен өзімнің мына осы мәселеден бастайын. Қазақ даласына, қазақ қоғамының ішіне ислам дінінің келгені кеше ғана емес қой. 90-шы жылдар емес. Ол бірнеше ғасырлар бойы келе жатыр. Кешегі 7-ші ғасырдан бастап қарасаңыз, есептесеңіз соның өзінде қаншама уақыт межесі, кеңістігі бар. Сол кеңістікте мына бізде дәстүрлі
ислам мәдениеті қалыптасты. Яғни мына ханафи мазхабындағы ислам жолы жергілікті ұлттың бойындағы салт дәстүрменен, әдет ғұрыппенен ислам қағидаларына қайшы келмейтін сонымен синтезделді. Сөйтіп бізде қазақ қоғамында өзі дәстүрлі ислам мәдениеті қалыптасты. Мен көзімді ашқаннан бала кезімнен бастап кешегі абыз шалдардың, ақсақалдардың тәрбиесімен соның нәрін еміп, уызын деміп өскен баламын. Сондықтан да менің әлгі жат ағымдардың ықпалына түспеуге ол менің бойымдағы бала кезімнен қалыптасқан мәдениет. Өкінішке орай бұл жат ағымдар 90-шы жылдардан бері қарай кезеңде бүкіл төрткүл дүниеге есік ашылғаннан кейін жан-жақтан әртүрлі ағымдардың уағыздаушылары құйылды ғой. Соның әсерінен бүгінгі күйдегі әттеген-ай дегізетін теріс әдеттерге бой алдырдық, етек алып кетті. Сондықтан да біз өзіміздің ата-бабаларымыздың көрсетіп беріп кеткен төз жолымызбен жүруіміз керек деп ойлаймын. Сізге ықпал етпеді, иә? Жоқ. Түсінікті. Енді менің өз ойымды айтып өтейін осы жерде. Мынау дін дегеніміз енді жалпы мынау адамға бір сыйластыққа, адамды ренжітпеуге баулиды ғой, үйретеді соған. Ал енді осы ақындар немесе мынау боксшы, спортшыларға келетін болсақ, дін керісінше бір өткірлікті, осы дінге бас ұрған ақындарымыз өткірлікті жоғалтып алатын сияқты. Яғни ар жағында миының түбінде жатыр. Қастандық жасама, ренжітіп алма деген сияқты. Әлгі боксшының да миында жатыр сол. Ұрма бетінен деген. Сонда сол, енді ол дінді жамандағандық емес, бірақ сол діннің соларға деген бір өткірлікті қажет ететін, халықты бір қиқулататын, керісінше сөйтіп бір әсер ететін сияқты ма? Өзіңіз айтыңызшы. Егер біз дін мәселесінде дұрыс мына қоғамда дұрыс ретке келтіріп, дұрыс жолымызды, осы жаңа сіз айтқандай қасқа жолымыздан адаспаймыз десек, онда осы ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы ұстанып келген жолына шатаспауымыз керек. Кәдімгідей әрбір ағымның бойына, алдауына, арбауына жас ұрпақтарымызды жіберіп қоймауымыз керек. Сондықтан да жаңағы біздің мына дін басқармасы бар, осы жалпы мемлекеттің өзі осыған бекем болмаса болмайды. Яғни әртүрлі жат ағымдар біздің ұлттық көзқарасымызға, ұлттық менталитетімізге, ұлттық болмысымызға қайшы келетін ағымдардың барлығына тыйым салыну керек. Жалпы өзіміздің дәстүрлі исламның дәстүрлі жолымен ғана жүруіміз керек. Салыстыратын болсақ, өткенге көз жүгіртетін болсақ, жалпы дін осылай бір өткірлікті, ақындардың өткірлігін жойып жіберді деп айта аласыз ба? Енді бұл қазір барлығы үйтіп жойып жіберді деп кесіп тастауға болмайтын шығар. Сізді кеше ғана алтын домбыра айтыс өтті, көрдіңіздер ғой. Айтыс бүгінгі таңда дәл қазіргі кезеңде өзінің дұрыс жолымен келе жатыр. Ондайға жаңағы бір діни ағымдардың ықпалына түсуіне жол бермейміз ғой деп ойлаймын. Жалпы айтыскерлер мынау саясаттан бөлек, партиядан бөлек күн көре алады, өз еркімен бір өмір сүріп кете алады деген сияқты. Қалай? Не деп ойлайсыз жалпы осы ретте? Жаңа айтыс ақындары ма? Иә, бір еркін болып. Бұл бекершілік. Егер мемлекет қолдамаса, айтыс ақындары өз бетінше аяғынан тіріп кете алмайды. Өйткені бәрі қаржыға кеп тіреледі. Ол айтыскер ақындардың барлығы кәдімгі қарапайым халықтың бір мүшелері оларда. Біреуі мұғалім болуы мүмкін, біреуі әртүрлі жаңа қарапайым еңбек адамдары. Сондықтан да олардың өзі жалақысына қарап отырған ақындар. Тіпті олардың ішінде жұмысшы жүргендері де бар. Сондықтан ол әрбір айтысты ұйымдастырудың өзі қаржылық шығынды қажет етеді белгілі бір дәрежеде. Ал оны егер мемлекет тарапынан жаңағы көмектесіп отырмаса, айтыс өткізу қиын, мүмкін емес. Кезінде енді анау Амангелді Ермегияев, Өмірзақ Сәрсенов секілді үлкен мықты меценаттардың
айтыстың жанашыр қамқоршыларының арқасында бір кезеңдер болды, тек солардың қаржысыменен өткізіп келген. Бүгінгі кезеңде басқа. Қазіргі кезеңде тіпті айтысқа демеуші, айтысқа жаңағы спонсор болатын меценаттарды табудың өзі қиын. Сондықтан да айтыс егер басқа шығармашылық одақтар секілді біздегі мына жазушылар одағы бар, күйшілер одағы бар, әншілер одағы бар, жаңағы шеберлер одағы, сол одақтар секілді бізде тура сондай одақпыз. Егер мемлекеттік деңгейде қамқорлық болмаса, ол одақтың көсегесі көгермейді. Сондықтан да бұны енді алдағы уақытта осы мәселелер қолға алынады ғой деп ойлаймын. Енді осы одақтарға байланысты сөз болып кетті ғой, менің өзімнің ішкі бір жүрегімде жүрген ұсыныс ойым бар. Мына есіңізде болса, мемлекет басшысы осы ілгерідегі айтқан бір сөзінде айтты. Біздің Астанада абай үйін ашуымыз керек деді. Осы өте маңызды ұсыныс. Осыны іске асырсақ деп ойлаймын. Мына бізде Астанада осы шығармашылық одақтардың барлығының күйі мәз емес. Солардың барлығының басын қосып, Астанада абай үйі салынатын болса, соның ішіне бүкіл шығармашылық одақтардың барлығын жинайтын болса, сонда бір шаңырақтың астында біздің дәстүрлі өнеріміздің барлығы керемет бір даму жолына түсетін еді. Ешкімге жалтақтамай, ешкімге қол созбай. Көбісі сол баспанасыз жүрген одақтар да бар. Енді жазушылар одағында ғана баспана, қалғандарында осы мәз емес күйлер. Сондықтан осы Астанада абай үйі ашылып, соған бүкіл шығармашылық одақтарды жинасақ бір шаңырақтың астында. Бұл біздің дәстүрлі өнеріміздің дамуына, әдебиетіміздің дамуына, ұлттық мәдениетіміздің дамуына үлкен бір өзіндік бір нәтиже береді, серпіліс береді. Жақсы. Енді сұрақтан сұрақ, ойдан ой туады. YouTube арналарға сұхбат бердіңіз, пікірлерді қарап шықтық, сонда Аманжол Әлтаев қорқақ, жалтақ деген сияқты жаңа пікірлер бар. Шында да солай ма, сақ адамсыз ба? Енді ол айтқаны ақпараттық мына кеңістіктегі айтатын пікірлер алуан түрлі болады. Оның барлығының ішіндегі бір көп жылқының ішінде аласы да болады, торысы да болады, құласы да болады ғой, сол секілді. Пікірлердің де ішінде ала-құла пікірлер болады. Мен өзімді соншалықты бір қорқақ адамын деп есептемеймін. Айтатын жерінде айтам. Нақты батыл пікір білдіретін жерде тайсақтамай өз пікірімді білдірем ғой деп ойлаймын. Сондықтан ол енді әрбір әлеуметтік желідегі кейбір әртүрлі ала-құла пиғылмен айтатын пікірлерге соны менен есептеуге болмайтын шығар. Сынға қалай қарайсыз жалпы? Сынға дұрыс қараймын. Егер ол конструктивті дұрыс сын болса. Ал енді жаптым жала, жақтым күйе болса, әрине оған қабылдамайсың. Ал өзімді дамытуға, әрі қарай жетілдіруге, бойымдағы кемшілікті түзуге, септігі тиетін сын болса, оны қабылдаймын. Келесі сұрақты қоярдан бұрын көп ойландым. Бірақ енді сұрағым келеді, 16 жыл бұрын жарыңыз Ақмарал жеңгемізден айырылдыңыз ғой. Жол апатынан кішкентай қызыңыз да опат болды. Содан кейін Ақмаралдай адам кездескен жоқпын деп бас құрған жоқсыз. Енді бұл Жамбыл әркімнің отбасы, жеке шаңырағы, бұл жеке өмірі ғой. Бүгін біз сізбенен сұхбатқа жаңағы қоғамдағы әртүрлі саясаткер ретінде, депутат ретінде әртүрлі мәселелерді ортаға салу үшін, талқылау үшін келдік. Сондықтан да мен отбасымның жеке мәселесін бұл жерде қозғамай қойсам. Қабылдаймыз. Қабылдаймыз. Рахмет аға. Жаңа сұрақтарға жауап беру барысында ТЭЦ туралы айттыңыз, бірақ өзіңіз аграрлық комитеттің мүшесісіз ғой. Сонда аграрлық жалпы біздің диқаншыларымыздың басында бір проблема бар деп мен айттым, ол бидайлар мысалы сата алмай отыр, биылғы шыққан астығын. Енді осыған қатысты бір мәселені айтып өтіңізші, жалпы аграрлық комитеттің мүшесі бола отыра сіз ТЭЦ-тің мәселесін көтереді екенсіз, ал диқандардың мәселесі не болып жатыр? Ол жайлы не атқарылды? Бұл енді дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Аграрлық комитеттің мүшесі ретінде
бұл негізгі басымдық беретін менің негізгі көтеретін тақырыптарым. Сондықтан да бұл мәселені мен бір отырыстың шеңберінде емес, осы аграрный комитеттің мүшесі болғаннан бастап жүйелі түрде бірнеше көкейкесті мәселелер көтеріп келе жатыр. Мына біздің депутаттар айтпайды, мынаны неге айтпайды деген дейтін секілді блогерлер кішкене тереңірек бойлап, мына ақпарат саласының мамандары журналистік зерттеу жүргізіп, ол жұмыс тобында не айтып жатыр екен, комитеттің отырыстарында не айтып жатыр екен деген секілді сұраққа тереңдеп ойласа деп ойлаймын. Сондықтан да мен аграрлық сектордағы біздің көкейкесті мәселелердің ішінде анау үкімет басшысынан бастап, вице-премьерлерден бастап, сол салаларға жауапты жаңағы министрлікке, оның қанатының астындағы комитет басшылары, құзырлы органның жауапты тұлғаларына жүйелі түрде мәселелерді бір адамдай көтеріп келе жатырмын. Бүгінгі біздің аграрлық салада әттеген-ай дегізетін мәселелер, проблемалар шаш етектен. Жаңа өзіңіз шын айтып кеттіңіз. Мысалы үшін биылғы жыл біздің диқаншыларымызға, яғни жерге осы дән салып, соның берекесін көрем деп отырған мына мамандарымызға, ауыл шаруашылығы аграрниктерге өте қиын жыл болды. Бұл тіпті мен сізге айтар едім, соңғы жарты ғасырдағы бір кездесіп отырған бір ауыртпашылықты жыл болды. Өйткені есіңізде болса, жаз уақытында жаңбыр керек кезде құрғақшылық болды. Одан кейін егінді жинайтын кезеңде 20 күннен артық бір айға таяу уақыт үздіксіз жаңағы жауған жаңбыр оларды егін жинап алуға мүмкіндік бермеді. Екіншіден, егіннің сапасы бүлінді. Яғни ана неде тұрып, егін алқапта тұрып, орып алынбаған егін өніп кетті. Өніп кеткеннен кейін ол ешқандай бірінші, екінші, үшінші сортқа жатпайды. Ол тек қана мал азығы. Мал азығының өзіне де ешқандай сұраныс болмай қалды. Яғни іргедегі сол мал азығына беретін тоннасы 50-60 мың теңгенің көлеміндегі саудалайтын, жаңағы мал азығына саудалайтын егіннің өзін кімге сатамыз деген кезде абдырап қалдық. Іргеміздегі Қытай, оның өзі қазір алып жатқаны шамалы. Продкорпорация не бары жаңағы өзінің лимитін айтты, ол тіпті теңізге түкіргендей ғана. Сонда 350 мың тонна деді ма? 350 мың тонна. Өзіңіз ойлаңызшы. Ал қаншама ол миллиондаған тонна астықты қалғанын қайда жібересіз? Осы мәселені көтердіңіздер ме? Көтердім. Көтергенде қандай? Бірнеше біздің аграрный комитет осыған арнайы бір емес бірнеше өзіміздің кеңейтілген комитеттің отырысының тақырыбын, осы тақырыпта отырыстар өткіздік. Сала мамандарын жинап, құзырлы министрліктің өкілдерін, біздегі продкорпорация, АКК секілді жаңағы осы соған жауап беретін, қаржылық мүмкіндігіне жауап беретін мекемелердің барлығын шақырып, кәдімгідей қызыл кеңіртек әңгімелер болды. Соның ортасында яғни нақты талаптарымызды жеткіздік. Соның ішінде менің ұсынған ұсынысым, яғни пролонгацияны қазір бір жылға деп отыр ғой. Бір жыл дегеніміз не? Егін егуге 3-4 ай уақыт қалды. Қыр астында көктем бар, қыс бітеді, көктем бар. Ал енді ол бір жылдың ішінде өзі тұралап қиналып жатқан диқаншылар келесі жыл қалай егін егеді? Оның арқасында, мойнында әрқайсында миллиондаған несие қарызы бар. Ол қарызын қалай өтейді? Сондықтан да біз пролонгацияның мерзімін созуымыз керек біріншіден. Біз аграрниктер керек кезінде мемлекетті ең стратегиялық маңызы бар сапалы азық-түлікпен қамтамасыз етуге бүкіл күш-қуатын салып келді ғой. Ал енді ауыл шаруашылығының еңбеккерлеріне дәл көмек керек кезде үкімет бүкіл мүмкіншілігін салу керек, оған бей-жай қарамау керек. Егер біз қазір аграрниктерімізге, ауыл шаруашылығының мамандарына, фермерлерімізге, шаруа қожалықтарымызға, үлкен холдингтерде соның кебін киіп отыр. Біз қазір дұрыс көмектесе алмасақ, келесі жылы осы диқаншыларымыздың 50-60% жоқ дегенде банкротқа кетеді. Яғни, оның артында не тұр? Оның ар жағында импортқа тәуелділік тұр. Бүгінгі таңда
тек азық қана түлік қауіпсіздігі. оның ар жағында азық түлік қауіпсіздігі тұр. Бұл ең стратегиялық маңызды біздің бағытымыз. Халықты, 20 миллион халықты азық түлікпен қамтамасыз ету. Енді қараңыз, бұл тек қана бидайға қатысты ғана емес. Мысалы үшін картошка жаңағы өнімінде де дәл осы мәселе. Қазір мына көрші Ресейде биыл рекордтық жыл болды. Олар санкцияға байланысты бұрынғыда Европаға шығара алмайды. Бүкіл негізгі жаңағы сыртқа экспорттың барлығы, яғни біздің Қазақстанға, іргеміздегі Өзбекстанға төгіліп жатыр. Ал оның кері әсері отандық өндірушілерді батпаққа батырып жатыр, еңсесінен басып. Осындай сәтте біз отандық өндірушілерді қолдауымыз керек, субсидия арқылы. Егер өйткені Ресейдің фермерлері мен біздің фермерлеріміз тепе-тең жағдайда тұрған жоқ. Өйткені бір ғана оларға берілетін субсидияның өзі көлемі аспан мен жердей біздікімен салыстырған кезде. Олар тіпті сыртқа экспорт шығаратын болса, жол тасымалының өзіне субсидия беріп отыр. Ал біздің іргедегі Өзбекстанға, басқа шығаратын, экспортқа шығаратындарға неге осындай көмек бермеске? Бұл үлкен мәселе. Енді қараңыз, мал шаруашылығына келейік. Мал шаруашылығында да біздің дүкен сөрелерін қараңызшы. Бүкіл біздің ішкі нарығымызды жаулап алған шетелдің ауыл шаруашылық тауарлары. Белоруссиянікі, ол Украина, ол Ресейдің тауарлары. Сүт өнімдерінде де сондай. Ет өнімдерінде де біз осының кебін киіп отырмыз. Сонда біз бір сөзбен айтқан кезде өзіміздің халықты 100% отандық сапалы азық түлікпенен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Аманжол аға, бұл проблеманы айтамыз. Алмазбек Садырбай ағамыз да көтереді, мысалы, бар дейді ондай проблема. Ендеше, осы жерде сіз депутат ретінде не жасалды, оның шешімі қандай деген сұраққа жауап бере аласыз ба, әлде тығырыққа тірелесіз ба? Бұл жерде енді біз депутаттардың біраз ұсыныстары жаңа қабырғаға соғылғандай нәтижесіз қалып жатыр деген ой болмау керек. Біз мына заң жобасында да біраз мүмкіндігінше заңнамалық тұрғыда соған жол ашуға, мүмкіндік туғызуға соған күш салып жатырмыз. Сосын жаңағы пролонгация, соның енді бір жыл болса да соған мүмкіндік алуға депутаттардың көмегі болды. Аналардың жаңағы жағасынан алмасақ та осы көзіне шұқып тұрып, көзін ашып, түсіндіріп, айтып, енді жаңағыға да қол жеткіземіз ғой деп ойлаймын. Бір жыл емес, ары қарай ең жоқ дегенде 2 жылға созуды. Сосын біз мына қазір парламентте осы аграрлық комитеттің өзінің заң жобаларының аясында да осы ауыл шаруашылығындағы қордаланып келе жатқан мәселелерді шешуге дұрыс нормалар қабылдаймыз ғой деп ойлаймын. Жақсы, сәттілік тілейміз істеріңізде. Осы сұраққа жауап беру барысында мынаны айттыңыз. Блогерлер сыртқы қабатын айтады, ішіне үңілмейді дедіңіз ғой. Тағы бір жауабыңызда да осыны айттыңыз, 2-3 рет, иә? Ендеше осы Тамара Дүйсеноваға сауалыңызға оралайықшы. Соңғы сұрағым бірінші сұрақпен байланыстырайын. Тамара Дүйсеноваға енді блогерлер жарайды жеткізе алмаған екенсіз. Тамара Дүйсеноваға жеткізе алдым деп ойлайсыз ба? Осы ішкиім мәселесі, домбыра мәселесі жетті ма? Енді ол кісі мына қазақи ұлттық тәлім тәрбиенің уызын еміп өскен кісі ғой. Дұрыс жетті ғой деп ойлаймын. Алдағы уақытта ол кісіменен жеке қабылдауында болып, осы мәселені көзбе-көз талқыласақ деп отырмын. Алла қаласа, ол енді жаңа жылдан кейін болатын шығар. Сондықтан да бір нақты бір шығарып салма жауап емес, дұрыс нәтижелі шешім шығаратындай жауап алсам деп отырмын. Енді есіңізде болса, осыдан сәл ілгері бұрын үкіметтің мүшелері толық құрамымен парламентке келген кезде мен үкіметтің мүшелеріне, үкімет мүшелеріне депутаттардың атынан өзіміздің назымызды жеткіздім. Яғни бүгінгі таңда өкінішке орай министрлерден біздің жіберген сауалдарымызға жолдаған отписка көп. Бұл халықтың да көңілін толтырмай отырған бір мәселе осы. Яғни біз айтудай-ақ айтамыз,
оларға жолдаймыз, бірақ сол кейде мен күмәнданамыз, министрге жете ме жетпей ме, төменгі жағындағы сол департаментте отырған жаңағы мамандары сол жазып жібере салатын секілді бізде әсерде қаламыз. Сондықтан министрлар мән беріп әрбір депутаттың сауалына соның шешуге тырысу керек, әйтпесе болмайды. Мына кешегі 30 жылдың ішіндегі бұрынғы шақырылымдардағы депутаттардың жаңағы салғырт, баяу келбеті бізге зияны тиіп жатыр. Әйтпесе қазіргі 8-ші шақырылым депутаттары өте бір ояу, кәдімгідей халықпен қоян қолтық әрбір проблемада осы білегін түріп жіберіп кірісіп жатқан депутаттарымыз аз емес. Енді осыған өкімет ілесе алса дейміз. Мен түзелдім, тыңдаушым сен де түзел дегендей, парламент түзеліп келе жатыр. Енді өкімет сен де оян дейтін сөзді айтып жатырмыз. Айтарыңыз көп екен. Енді біз бірді айтып бірге кетіп жатырмыз, бір сұрақтан екінші мәселеге, сөйтіп оны жалпы бір келесіге қалдырайық, шақырсам келетін шығарсыз енді. Әрине. Ашық диалогқа қашанда дайын. Рахмет сұхбатыңызға, бөлген уақытыңызға рахмет. Өйткені келісу оңай болған жоқ, бірнеше рет шегердік. Бірақ ең бастысы нәтиже келіп отырсыз, сұрағымызға жауап бердік. Рахмет сізге, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Аман болайық. Құрметті көрермен, сіздер енді қолдап отырыңыздар. Осындай міне ағаларымыз, осындай ел алдында жүрген азаматтарымыз келу үшін бізге де лайк керек, бізге де пікір керек. Келесі көріскенше.